3, 2, 1. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номері 7-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жуманова Гулия Майрамбаевна. Бүгінгі семинарымыздың тақырыбы оқу сауаттылығына байланысты тиімді әдіс-тәсілдерді түрлендіру. Семинарымыздың мақсаты мұғалімдердің үздіксіз кәсіби өсуіне қолдау көрсету және оқу сауаттылығын дамытудағы тиімді әдіс-тәсілдермен бөлісу. Тақырыпқа байланысты әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, білім алушылардың оқу сауаттылығын дамыту, білім берудегі қажеттіліктерді күнделікті сабақта қолдану. Күтілетін нәтиже: семинарға қатысушылар оқу сауаттылығын дамытуда әртүрлі белсенді әдіс-тәсілдерді меңгереді. Жасау жолдары ұсынылады. Үлгілерді басшылыққа ала отырып, түрлі деңгейдегі тиімді әдіс-тәсілдерді сабақтарында қолданады. Сонымен қатар, нәтижелі әдіс-тәсілдерді оқу процесіне бейімдеу жолдарын меңгереді.